Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырсақ пісіреміз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Одан кейін 2 шай қасық дрожжімізді саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Содан кейін ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін сәл сұйық май құйып, қамырымызды басып 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. 1 сағаттан кейін қамырымызды алып, міндетті түрде осы жерде айта кететін нәрсе, ұнмен жаямыз. Егер де қамырды ұнмен жайсаңыздар, дөңгелек формасын жоғалтпайды. Ал сұйық маймен жайсаңыздар, бауырсақтарыңыз формасын жоғалтып алады. Бұл жерде міндеттісі осы. Ұнмен жайыңыздар. Енді үйіңізде кез келген нәрседе қандай дөңгелек форма бар, сонымен бауырсақтарыңызды дөңгелектетіп ойып, сұйық майымызды жай отқа қыздыра береміз. Содан кейін сұйық майымыз қызғанша бауырсақтарымызды тағы да көтерілуге қалдырамыз. Содан кейін барып бауырсақтарымызды табаға салып пісіре бастаймыз. Бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, бауырсақтарыңызды табаға салғаннан кейін сәл беті көтеріліп келе жатқан кезде міндетті түрде келесі жағын аударып жіберіңіздер. Содан кейін барып астын пісіресіздер. Сол кезде бауырсақтарыңыздың барлық жері толық әдемі болып піседі. Егер де менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.